Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай сәнге айналған тақияларды жасап үйренетін боламыз. Тақияға керекті заттар. Матаның кез келген түсінен және кез келген матадан жасауға болады. Сіздің кәжекейіңіз немесе қамзол шапандарыңызды сәйкестеп жасай береміз. Тақиямызға көп мата қажет етілмейді. Бастапқыда жарты метрден алсаңыздар болады. Енді тақиямызды тігу үшін оған қажетті құралдар: қайшы, сабын немесе бор сызу үшін, сызғыш, метрлік және сол матаның түсіне байланысты жіп керек болады. Және бізге паутин керек болады. Паутин бұл матаны тігу үшін бастапқыда бір қалыпты жылжып кетпеу үшін ұстап тұратын клей. Және фетр. Фетр бұл киіз, соңғы тілде киіз деп айтамыз. Бұның жұқасы керек болады. Тақияның төбесіне, шеңберіне мен осындай тәрелкені таңдап алдым. Сіздерде оңай болу үшін тәрелке таңдап алыңыздар. Сантиметрі 19 және 20 сантиметр болу керек. Енді тақиямызды пішуді бастаймыз. Ең алдымен тәрелкемізді алып, фетр матасының үстіне қоямыз. Егер сіздерде қара кожа немесе қара материалдан жасалатын тақия болса, қара фетрді қолданған дұрыс. Сабынның немесе бордың көмегімен сызып алып, кесіп шығамыз. Бізге тақияға бір данасы жеткілікті. Енді метрліктің көлемімен басымызды өлшеп аламыз және сол өлшемді фетр қағазына түсіреміз. Көбіне келетін стандарт бастың өлшемі ол 57. Егер басы үлкен кісілер болса, онда 60-65-ге дейін өлшеп сызамыз. Мен бұл тақияда 57 сантиметрді өлшеп алдым. Енді енін өлшейтін боламыз. Ені 6 сантиметр. Егер үкі тағылатын тақиялар болса, онда 7-8 сантиметрге дейін бекітіп аламыз. Видеода көрсетілгендей 6 сантиметрдің әр жерінен өлшеп аламыз және осы 6 сантиметрімізді қосып қиып аламыз. Бұл өлшемнің де бір-ақ данасы керек болады. Келесі бізде паутина. Паутинаны 2 данасы етіп өлшеп қиып аламыз. Тақиямыздың астыңғы жағына паутинаны 57 сантиметр ұзындығы, ені 12 сантиметр етіп қиып аламыз. Паутина матасымен жұмыс жасау кішкене қиынырақ соғуы мүмкін. Сызылғаны көрінбейді және өте жұқа. Паутина бізге тақиямызды тігіп жатқан кезде жылжып кетпес үшін ұстап тұратын уақытша клей. Міне біз паутинамызды қиып алдық, енді келесі матамызды қиятын боламыз. Матамызды да паутинамен бірдей қылып қиятын боламыз. Ұзындығы 57, ені 12 сантиметр. Тақияның төбесіне тәрелкенің көмегімен 2 дөңгелек жасап аламыз. Міне біз пішуді аяқтадық, енді тігіп бастаймыз. Маталарымызды бір-біріне үтіктеп жабыстырып аламыз. Тақиямыздың төбесін дөңгелекті қоямыз, одан кейін паутин, одан кейін фетр матамыз, қайтадан паутин және матамызды қоямыз. Үстіне сулы марлыны қойып, өтегімізбен жүргізбей, тек үстінен басамыз. Тақиямыздың астыңғы бөлігінде дәл осылай үтіктеп аламыз. Мата, паутин және фетр. Бұны да жақсылап қойып алып, марлының көмегімен үстінен басып шығамыз. Өтегімізді жылжытпаймыз. Жылжытқан жағдайда астындағы маталарымыз қозғалып кетіп, мына тақиямыздың бөліктері жарамай қалуы мүмкін. Тақиямызды тігуді бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, дәл ортасын анықтаймыз. Енді метрліктің көмегі арқылы 37 сантиметрімізді дөңгелегімізге белгілеп аламыз. Және видеодағыдай артық жерін сызып қиып тастаймыз.
Келесі сәнді тақия шығу үшін орталарын 1 сантиметрден 2 сантиметрден қалдырып отырып белгілеп шығамыз. Бұндай сызықтарсыз да тақияны тігіп шығуға болады. Машинкамыздан зигзаг бөліміне қойып аламыз, және бір болу керек тігілуі, және зигзагтың көлемі 5-ге апарып қоямыз. Егер сіздерде машинка болмаса, қолмен тігіп шығуға да болады, бірақ ол ұзақ уақытты алуы мүмкін. Тақиямыздың жоғарғы бөлігін тігіп бастаймыз. Зигзагтың көмегі арқылы ортасына дейін тігіп шығамыз. Енді тақиямыздың жоғарғы және астыңғы бөліктерін бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Міне біз соңына дейін тігіп айналдыра шықтық. Енді артқы бөлігін бір-бірімен байланыстырамыз. Артқы жақтарында артық жерлері болса, қиып тастаймыз. Және бұл жерді тігу кішкене қиындыққа соғуы мүмкін. Сондықтан да біраз тер төгу қажет. Тақиямыздың сапасы жақсы болу үшін зигзагтың көмегімен тағы да бөліктерді бірнеше рет жүріп өтуге болады. Міне біздің тақиямыз дайын болды. Артық жіптерін қиып тастап, және әшекей бұйымдармен безендіретін боламыз.